әр топқа беремін. Bir топ, бір ғана сөзді табасыздар, иә? Қазір бір-бірімен байланыстырамыз. Жақсы, келесі топ. Сіздерде қандайсыз? Сенім тобы. Жақ тобы. Келесі сіздерде. Ыстық тобы, иә? Ыстық тобы. Сіздерде ой толғау сұрағы. Міне сіздерге өзінді беріліп отыр, және де бір мысал келтіріп отыр. Осылардың арасында, яғни осы өзінділерді қандай ортақ ұғым байланыстырады? Сенім арту дегеніміз, яғни үлкен бір жауапкершілікті сіздер өз бойларыңызға алу қажетсіздер. Жақсы оқушылар, енді айтқанда сіздерге назар аударайық. Сізге тапсырма, эпизодтағы кейіпкерлердің іс-әрекеті қожаның өзгеруіне әсер етті ме? Мен қазір сіздерге төрт топқа бөліп бергім келіп отыр. Қожаның өзгеруіне қалай әсер етті? Сол туралы сіздер топпен ақылдасып, осы сурет арқылы түсінесіздер. Ей, қожа, әкем нағыз азамат еді ғой. Оның үлкен қарыздар бар менен. Оған тапсаң, директорден үлкен боласың, бірақ сен оған таппағансың. Сіздерге берген кейіпкер кім? Сайбек, Қарпен, Қожа. Ол жақта не сөйлесеңдер? Сайбек, Қарпен. Сайбек, қожаға сенім артып тұр. Әкеңе ұқсасаң, қандай боласың дейді? Ақылды, парасатты адам боласың деп тұр, иә? Жақсы, отыр. Класс жиылысына 5-6 класс оқушылары келеді. Сол кезде класс жиылады үшін алып жиылысында жантасы сөзін бастады. Қожа тәртіпсіз, тентек, сотқар бала, оны жазалау керек деді. Сау-масыздар ма балалар? Күлме жүргізулерді. Балалар бір күліп күлді. Көрдің бе, сені сөзіне достары күліп жатыр. Мүмкін сен кінәлі емес шығарсың. Басқа біреу болса жасырмай айт. Бұл іс командирлер үшін ұят. Сабақтан қашып кеткен кім? Қожа. Сүгіге бақа салып жүрген кім? Тағы да қожа. Анандай кешіріңізші, мен енді ешқашан олай жасамаймын. Кешіріңізші деп анасын құшақтай қалады. Жақсы, Айгерім, бастағанымыз. Сабаққа келесіздер, сізге түсінікті болды ма? Нұржанат. Енді жаққа қалтай жаға сала қойыңыздар. Сенің тобына өздерінің мағарын сала қойыңыздар, карточкаға сала қойыңыздар. Кейіпкердің бойындағы іс-әрекеті арқылы жағымды және жағымсыз үш маңызды қасиетін жазыңыздар. Ол яғни сіздерге жеке жұмыс дәптерлеріңізді ашып, қожаның жағымды және жағымсыз қасиеттерін жаза қойыңыздар. Осы арқылы сіздер эпизодтағы кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы қожаның образын ашу қажет. Жақынды жақтары, ақылды, алғыр, әдепті, қиялшыл. Оған деген тапсырмаласым келіп отыр. Сіздерге ортада сұрақ жүреді. Қожаның достары қиялы қожа деп атап қылатын еді. Қожаның арманы мұғалім болу. Жантас. Қожаның ұнататын қыздың есімі Жанар. Жақсы айтты. Және ол бір-біріне тату болып жүреді. Сенім ол адамға жақсы қасиет болып саналады. Адамға жақсы болмайды. Үлкенді аға деп кішіні інім деп тұрамын. Егер мен тәртіпсіз қылықтарым үшін тез аяусыз жазаларымды тиіспін. Егер мен өзім біреуге тиісіп шатақтасса, онда мен бір мезгіл ашықпын. Екінші, мен біреуді жазықсыз тілдейтін болсам, онда мен кезекті демалысында үйде отырамын, ешқайыққа шықпай, өз